Мен мамандығым архитектор болса да, мен сөздің расы керек, флиппинг деген сала, флиппинг деген сөзді естімеппін. Тоже үй алып ремонт алып сататындар бар ғой. Өзінің ВГД-сін ойлайды да. Олар ең арзан материалдарды қолданып, біз ойластырамыз, бұл үйде қандай адамдар тұруы мүмкін, қанша бала тұруы мүмкін. Бірінші үйіңізді алдыңыз, иә, қалай болды, қызықтарын айтыңызшы. Қызық қой енді флиппингтегі алғашқы жобаңыз туралы айтайықшы. Кірдім де осы квартираны алып, осы квартираны мен жасайын дедім. Үйді бітірдім. Бітіргеннен кейін бір 10 күн болған жоқ қой. Үйім өтіп кетті. 4,5 миллион пайда көрдік сол жерде. 4,5 миллион. Біз адамдарға бір көңіл күй ма, бір қуаныш сыйлайтын сияқтымыз. Бір үйді көрсетіп келе жатырмын өзім үйімді. Енді ана кісі келгенде жылап жіберді ғой. 15 жыл осындай үйді аңсадым дейді ғой. Басқасы туралы айта алмаймын, өзім туралы айтсам, мен сонша бір рынок тоқтап қалды, не деген бір сезінбедім. Флипперлер көп деген отбасын ажырасудан аман сақтап қалатын бір мамандық қой. Бұл флиппинг саласы сізге қызық. Қайырлы достар, бүгін келесі подкастымызды бастаймыз. Бүгін бізде қонақта біздің флиппинг курсының 4-ші поток студенті Берік мырза. Берік мырза, қалайсыз? Амансыз ба? Саламатсыз ба? Жақсы бәрі. Рахмет. Берік мырза бізде 4-те-1 деген потоктың студенті. Иә. Қалай 4-те-1? Қалай келдіңіз, Берік мырза? Давайте осыдан бастайықшы. Енді біз былтырғы 25-ші жылы келдік. Өзіме келгенім қызық. Енді осы курсқа келгелі мен сізді енді өмірде танып білмеппін, сізде адам бар екен енді. Өкінішке орай деп айтайық. Ұлан мырзаның оқырманы едім YouTube каналында. Ылғи көріп жүретім. Балыққа кетіп баратып, жолда сізбен сол кісінің подкаст шығады, соны көріп, тыңдап. Осы жолда бір ұстап, бір ұстамай десеңіз. Бір ұстайды, бір ұстамайды, өзі бір 3-4 күнге балыққа кетіп баратырмыз. Әрең дегенде хабарласып, мен келем 3-4 күнде оқимын. Сразу сол жерден звондадыңыз ба? Иә, ол енді бір жағынан адамға әлгі бір дұрыс шешім, бір уақытында бір моменттер болады ғой, бір тез қабылдайтын шешімдер керек болады. Енді өмір болғаннан кейін сондай бір моменттер болады. Бір ойланып қабылдайтын шешімдер бар. Енді бұл кезде бір сондай бір тез, өте дұрыс қабылданған шешім деп ойлаймын мен өзім. Сөйтіп звондап балыққа барып қайтып келіп, бірден курсқа кіріп кеттіңіз. Иә, балыққа барып келдім де, біз аптаның аяғында кеткем, сол бірінші күні келдік, бірінші күні сабаққа келдім ғой. Жалпы, Берік мырза, жасыңыз қаншада, өзіңіз қай жақтың тумасысыз, және бұрын мамандығыңыз қандай еді, жалпы немен айналыстыңыз осы уақытқа дейін, неге бұл флиппинг саласы сізге қызық? Осылай сұрақтар қойғым келіп тұр. Енді мен Талдықорған тумасымын. Талдықорғанда сол жақта туып өстім. Жасым 57-те, отбасым бар. Осыған дейін енді мен мамандығым архитектор. Бұл сала енді алыс емес. Иә, именно мен салам ғой. Біріншіден, екіншіден енді осы уақытқа шейін көптеген енді 20-шы жылға шейін алдында біраз бір саудамен айналыстық, одан кейін бір 10 шақты жыл ағаш ойымен айналыстым. Біраз ағаштар ойдық. Енді сол творчествоның саласында жүрдім. 20-шы жылдан бері біраз енді денсаулыққа байланысты демалдық. Алматыға көшіп келдім 21-ші жылы. Осы сізге флиппинг курсына жазылғанша демалыста болдым дейікші. 5 жылдық демалыста болдым. Қайықта болды кіріс? Отбасы бар. Енді пенсияға вроде шыққан жоқсыз. Енді жұмыс жасап жатқанда ертең күнді ойлайсыз ғой. Сол біраз инвестициялар, біраз болды. Иә, жұмыс жасамаса да табыс кіретіндей біраз. Жаңа оқу туралы айтайықшы. Неге 4-те-1 деген потокқа келдіңіз? Потокқа келдіңіз. Соған менде таң бар. Бірден 10-ға дейін поток бар да? Бірден 10-ға шейін бар. Менде таң қалам. Неге біздің потоккана 4-те-1 қалғандар бүтін сандар ғой. Енді бізде өте бір жақсы топ жиналды. Тобымыз 23 жастан 72 жасқа шейін. Және анау батыс Ақтөбеден мына шығыс Өскеменге шейін бір топта жаңа адамдар жиналдық. Бәріміздің ойымыз бір жаңағы бір салада болғаннан кейін әңгімеміз жарасып, үлкен кіші демей өте жақсы, қызықты, үлкен жақсы топ болдық.
болғанда әлі де бармыз, араласып тұрамыз. Былай болды ғой, жаңа Ұлан мырза маған былтыр жазда келеді. Сөйтіп, сенің салаң қызық, қазір сұранысқа ие болып жатыр дейді да. Именно осы флиппинг саласын қазір осы биыл 2025-те осы көп сұраныс болып жатыр дейді. Сөйтіп, ол кәсібі сол ғой, сала таңдау ғой. Сонымен түсірейік сізді деген ұсыныс болады. Жарайды деп мен қабылдаймын. Сонымен сол видео менің өте жақсы қаралым жинайды ғой. Өте көп адамдар. Сол кезде мен айтам, бір поток жинайық деймін, 4-ші поток. Мен өзім потогыма 10 адамнан артық алмаймын. Сол Ұланнан өте көп адамдар келеді маған. Келеді, даже телефонға жауап беріп үлгере алмаймын ғой. Сөйтеді да, жаңағы 10 адамның өзін мен әрқайсысын отырып 1 сағаттық собеседование жасаймын ғой. Келген адамдар, 10 адам іріктеп алу үшін маған 100 адам келеді. 100 адаммен телефонмен сөйлесіп, дайын ба, дайын емес па, неше түрлі адамдар келеді. Біреуін алам деймін, біреуін алмаймын, кешіріңіз, ренжімеңіз деймін да. Сондай собеседование өткіздім да. Еще мынандай кісілер бар екен. Көп курс оқи береді екен да, бірақ нәтиже шығармайды екен. Ондай да адамдар бар екен. Сосын жасы үлкен адамдар бар да, мысалы 70-тен асқан. Бізде болды ғой, 4-1-де 72-де бір кісі болды. Ол кісі бізге Ұлытаудан келді. Басқа қалада, енді оған ол кісіге отказ жасай алмадым, өйткені маған сол қатты не істеп, сол үшін көшіп келеді ғой Алматыға. Сөйтіп, жаңа 4-ші потокты жинаймын, 10 поток, уже сабағын бастаймын, 4-ші поток. Ар жағында тағы да 100 адам кеп тұр ғой. Бізді алыңызшы, поток ашыңызшы деп. Содан жағы 4-1 деген поток ашылады ғой. Параллельно. Иә, параллельно. Ол уже 4-1-ді собеседование өткізіп алу уже не жоқ. Оған уақыт жоқ уже. Уже 4-ші потоктың сабағы басталған, күнде сабақ болып кеткен. 4-1-ді осылай келгенше кіре беріңдер деген сияқты кірдік қой. Бірақ жаңа 4-1 поток басқалардан өзгеше поток болды. Иә? Басқа, мысалы 1, 2, 3, 4 деген потоктан да осып кетті да. Енді әр ата-ананың өзінің бір балалар болады ғой, енді бір семьяда бір 5-6-10 шақты бала болса, ішінде бір бала өзі бөлініп, жеке бір дарынды болып тұрады. Сол 4-1 сондай да. Сондай. Одан кейін 5, 6, 7, 8, 9, қазір 10-шы поток. Бірақ енді андай жоқ та, 10-1 немесе 8-1 деген жоқ та. Иә, жалғыз. Сол кезде сол өте жаңа Қазақстан бойынша көп адамдар маған жазып, хабарласып, осындай жаңа сала бар екен, сіздің салаңыз қандай, тыңдап, көп ләззат алдық деп. Адамдар басқа қалалардан келіп, тек қана сол менімен сөйлесуге, жаңа көруге ғана келді да, курс оқымаса да. Қызығып жатырмыз, рахмет сізге деп, сондай бір көп сондай нәрселер болды да. Бірақ мен енді ол кезде продюсерім демалып жатыр ма, көмекшім жоқ, жалғыз өзім. Сонымен күнде жаңа таңертеңнен бастап жаңа кездесем, ана кісілермен кездесем, әрқайсымен сөйлесем. Енді бұл флиппингке де енді кез келген адам жарай бермейді. Бұл жерде мынандай бар да. Бұл енді бір творчествоның жұмысы сияқты. Бірақ былай қарасаң, біз бір қарасаң саудагерміз. Саудаласып үй алып жүреміз, саудаласып үй сатып жүреміз. Бір қарасақ біз шығармашылықпен айналысып кетеміз, үйдің бірдеңесін жаңағы қалай келеді, цветтерін келтіріп. Бір қарасаң біз жаңа қара жұмысшымыз, ана жерде полын жуып, рабочий істемеген жерлер істеп деген сияқты. Сондай да, былай қарасаң енді бұл жерде өте көп и физически де уақыт нені алады адамның, и былай оймен де, морально да былай жұмыс істейтін уақыт. Сондықтан көп үлкен кісілер келеді маған. Гүлнар ханым, осылай біз өйстіп жасағымыз келеді деп, бірақ жасы өтіп кеткен. Жасы уже 70-ке таяған сондай кісілер да. Ол кісілер жаңағыдай кезінде өзінің мүмкіндіктерімен уақытын жіберіп алған. Сіз қалай ойлайсыз? Сіз өзіңіздің мүмкіндігіңізбен уақытыңызды жіберіп алған жоқсыз ба? Сіздің де жасыңыз 57-те дейсіз, иә. Енді мен де осыған келгенде ойландым, осы сұраққа ойландым, мен де өзімде туды. Енді мамандығым архитектор болса да, мен сөздің расы керек, флиппинг деген сала, флиппинг деген сөзді естімеппін. Осы сізге келгенде флиппинг деген сала бар екен, осындай сөз бар екен, естіп, басында мен флиппинг дегенді ұмытып қала беретінмін. Содан Филиппин деген, филиппиндардың сөзімен, соны есіме түсіремін да, соған филиппинг деп соны әкелетін бір сөзге мен байланыстырып. Білмеймін, әлі өзімді сондай бір қартайып жатырмын деп сезінбеймін. Біріншіден, екіншіден, осы уақытқа шейін мен енді творчествоның маңайында болдым. Мен көптеген суреттер салдым, ағаш ойдым. Творчествоның маңында жүргеннен кейін флиппинг саласы мен үшін творчествомен байланысты деп есептеймін. Енді бір үйді кез келген
адам көрмей әлі ремонт жасалмаған, келіп адамның не қажет, не керек екенін алдын ала сезіп білу, бір ыңғайына қарай, қандай адам тұрады, соны ойластыру. Енді әр үйден үйді алып сату десек, әр үйден бір ақша табу деп ойласақ, енді бір перекупщик болып кетеміз, перекупщик алып сатар ма, сондай болып кетеміз. Олайынан енді сөздің ар жағына келіп қарасақ, бір үйдің артында бір адамның өмірі или бір отбасының тағдыры тұрады ғой. Сол бір отбасы келіп тұрады, сол үйде өсіп өнеді, жаңа дүниеге балалар келеді. Сондықтан ана отбасыға деген бір жағдай, ыңғайлылық, сол бір жақсы аура сыйлау ғой. Дұрыс айтасыз, көп мысалға тоже үй алып ремонттап сататындар бар ғой. Қараймын ғой, олар өзінің несін ойлайды да, өзінің выгодасын ойлайды да. Олар ең арзан материалдарды қолданып, ең жаңағыдай дұрыс емес жасайды да. Әйтеуір лишь бы ремонт па, ремонт, сату керек па, сату керек деп. Ал бізде басқаша да, біз ойластырамыз, бұл үйде қандай адамдар тұруы мүмкін, қанша бала тұруы мүмкін, қалай ыңғайлы етіп жасаймыз адам өміріне. Күнделікті, мысалы, күнделікті ваннаға кіресің, дұрыс па, күнделікті жаңағы кухняға кіресің деген сияқты. Қалай ыңғайлы етіп жасасақ деп, соның бәріне бас қатырып отырамыз. Енді қараңызшы, сіздің де отбасыңыз бар, балаларыңыз үлкен уже, жолдасыңыз қарсы болған жоқ па? Жолдасым мен келгеннен кейін, балықтан келгеннен кейін айттым. Осылай. Енді мен осыған дейін өмірімде бір курс оқып көрмеппін, ешқайда барып. Мен особо ондай қатты түсінбейтінмін, осы курс оқығанда сол не, бір-екі айда не білім береді екен деп. Осы жол сізді Ұлан Мырзадан көргеннен кейін мен шешім қабылдадым, осында барып оқимын, ешқандай қарсылық, ешнәрсе болған жоқ. Мен қай уақытта да не бастап, не істеймін десем де қолдап отырады жолдасым. Рахмет. Берік мырза, біз мысалы курсымыз, мені курсым 2 ай жүреді деп айтам да. Мысалы дәл осы флиппингті 4 күнде оқып шығарады да адамдар. 4 күнде оқып шығарады. Әр кетсе 1 аптада дейді да. Сонда қалай, ол шынымен де сол 2 ай оқыдыңыз ба? Қалай болды өзі? Біз былтыр жылдың 25 жылдың августтың аяғында келдік, сентябрьдің аяғы, октябрьдің аяғында біз бітірдік, 2 ай оқыдық, 1 ай теория, 12 неден тұратын, сабақтан тұратын, 1 ай практика. Ұзақ болып кетті деп ойламайсыз ба? Енді менің өзім білем деп келгеннің өзінде, енді уақыт өтіп жатыр, көп нәрсе жаңарып жатыр, артық емес деп ойлаймын. Қайта ұмытқанды еске түсірдім, жаңадан шыққан нәрселерді көрдім. Ал енді білмей келген адамдар үшін 2 ай деген қайта аз шығар деп ойлаймын. Аз шығар деп ойлаймын. Енді қараңызшы, бірінші үйіңізді алдыңыз, қалай болды, қызықтарын айтыңызшы. Қызық қой, енді флиппингтегі алғашқы жобаңыз туралы айтайықшы. Енді алғашқы жоба әрине әрқашан есте қалады. 58 квадрат. 56 квадрат. 56 квадрат, 56 квадрат, 6-шы этаж. Мен кірдім, көрдім, 4 терезе, ашық, күнге қарап тұр, жарық. Кіріп келгенде алдыңнан бір жарық нұр шашқандай болды. Кірдім де осы квартираны алып, осы квартираны мен жасаймын дедім. Негізі 2 квартира болды, біз есімде. 2 квартира болды, соны бізде Бақытжан деген болды, тоже біздің потокта. Үшінші этажда сол үлгіріп алды бірінші, сіз алтын алдыңыз, өзге 2 квартира жаңағы арзан бағамен түсті, негізі. Қанша алдық соны? Біз ол кезде 57,5 миллион қалдық. Жоқ, 27,5 миллион қалдық. 27,5 миллион қалдық. Ала салып сізден сол үйді қаншаға сұрады сол Черновой? Мен сол үйді алғаннан кейін бір 4-5 күн шамасында маған где-то 29-ға сұрады ғой деймін. Сонда мысалы ремонт жасамай-ақ сатуға да болады, Болатын еді, мен курстың ақшасын шығарып болатын еді, бірақ енді ремонт жасаймын деп алғаннан кейін үйге, сол үйде ремонт жасайын енді, осы үйді аяғына шейін апарып, бірінші жоба болғандықтан әлі ойладым, алып сататын уақыттар болатын шығар, бірақ осы жобаны аяғына шейін апарып, нәтижесін көріп өзіме де қызық болды. Ана үйдің ішіндегі қандай планировка болады, қалай жасалады, өзіме де қызық болды.
Иә, сонымен қалай бөлдіңіз ішін? Мен білем сіздің үйіңізді жап жарық, әп-әдемі үй болды, андай стенадан да әдемі сағат қойып қойдыңыз ғой сіз. Диван қойып қойдыңыз, біз диван қоймайтын едік, сіз диван қойып саттыңыз сол кезде. Диван қойдық, стенаға сағат қойдық. Үйдің енді планировкасын енді сіздің де еңбегіңіз бар, ол жерде сіздің де жаңа отырып бірге отырып. Практикамыз болды ғой, бірінші үйді алып, бірге ремонттап сату. Бәрін былай деп бірге байланыса отырып жасалды жобаның бәрі. Содан кейін жаңа материалдар алатын жерді Ерлібек мырза бар, көрсетіп, айтып, сол сіздер айтқан жаңа жерлерден барып, сол сіздердің жаңа скидкаларыңызбен барып алып, материалдарда кішкене арзанға шықты бізге. Қанша кетті ремонтқа? Мысалы 56 квадрат, сол үй. Ремонтқа қанша? 56 квадрат сол кезде менде 4 миллион 800 ба, 4 миллион 900 ба сондай ақша кетті. Бүкіл үйдің ремонты. Үйдің ремонты, ішіндегі мебель, бытовой техника, сол кілем, пердесі, бәрі, декоры, барлығын дайын. 4 миллион 800. Сол бағада шықты маған. Керемет, жұрттар айтады ғой, мысалы 56 квадрат, 3 бөлмелі үйге, жоқ дегенде 6 миллион, 7 миллион кетеді ремонт деп. Дұрыс па? Сондай кетеді ғой негізі. Бұрын сондай кететін еді. Біз қанша үнемдедік дейік. Біріншіден, енді сіздердің жаңағы айтқан скидкаларыңызбен барып алдық қой, соның арқасында сондай бір жақсы үнемдерге шықты. Еще жаңа Бақытжан екеуіңіз бірге барып доставкаға. Бір топта оқыдық, бір подъезде жасап жатырмыз. Бүкіл алып келген заттардың бәрін екеуміз бөлісіп бірге тасыдық. Жаңа алып келген доставка, логистиканың бәрін бөлістік. Ол да енді кішігірім болса да, үлкен. Ол да біздің соңына келгенде маржамыз ғой. Екінші жағынан енді осы флиппингке келген адамдар жаңағы бұл әлгі жалғыз адамның істейтін жұмысы деп ойлайды ғой. Енді мен ойлаймын, адамдар шатасады, бұл жерден орта көп әсер етеді. Жаңағындай сол бір мысал Бақытжан мырзамен бірге істеген. Біз бүкіл бәрі алып келген нәрсені екеуміз бөлісіп төледік. Сол кезде бізге енді ол жағынан да арзанға шықты. Жарайды, енді 4 миллион 800 кетті. Қанша қалғаныңызды айттыңыз. Енді маржаны есептейік та, қаншаға саттыңыз, қанша уақытта саттыңыз. Бірінші енді маржа, ол енді бірінші пайда ғой енді қалып отырсаң. Бұл адамның былай бірінші үйін алып сатқан кезде адамдардың кейде көңілі қалып қалады. Жоқ, бұда пайда жоқ екен ғой дейді. Немесе шаршап қалады. Негізі ана пайдасы аз болып қалуы мүмкін да күткеннен де. Сізде қалай болды пайдасы? Мен енді 4,5 миллион пайда көрдік сол жерде. 4,5 миллион, 38 шамасына ма, сол 37,5 ма, әйтеуір ұмытып қалдым қазір. 4,5 миллион пайда көрдік. Таптық, Үйді бітірдім. Бітіргеннен кейін бір 10 күн болған жоқ қой, үйім өтіп кетті. Кім сатып еді үйіңізді айтпақшы? Тоже біздің студенттер сатты ма? Біреулер, біздің неде топтағы студенттер сатты. Сол бір 10 күн болмай үйім жаңа келген кісі Қызылорда жақтан келген. Көріп, керіп, ұнатты да осы үйді аламыз деп барып оформление жасадық. Өте жақсы, сондай бір қуанып кеттіңіз. Бірінші үйдегі жаңа енді алғашқы үй жасап болғандықтан бүкіл көңіліңді саласың ғой, сол үйге жаңа сол ниетпен сондай бір жақсы адамдар келіп алса екен деген оймен салғанбыз. Дұрыс айтасыз. И сол адам жалғызбасты әйел, жаңа 2 баласы бар. Енді мен қазір ойланып отырмын да, біз адамдарға қуаныш сыйлаймыз, келген адамдар біздің үйлерімізді көреді, вау, біздің үй іздеп жүрген, ешкім тұрмаған, новый, қараш, дұрыс ремонт жасалған дейік. Ештеңені аямаймыз ғой, дұрыс па? Біз сантехниканы да дұрыстап жасаймыз. Электричествоның бәрін российский, өзінің сечениесімен қоямыз. Барлығы біз енді стандарт бойынша дейікші, стандарт бойынша. Сондықтан келген адамдар енді көбісі көре бермейді ғой, жақта кафельдің артында немесе ненің артында не отыр. Бірақ енді біз өзіміз үшін, адамдарға дұрыс ремонт жасайық. Ертең біздің бір пайда көру үшін емес та, былай қарасаң, біз адамдарға бір көңілге ма, бір қуаныш сыйлайтын сияқтымыз. Мен де мысалы дәл қазір таңертең, бүгін сағат таңертең 8-де бір үйді көрсетіп келе жатырмын, өзім үйімді. Енді ана кісі келгенде жылап жіберді ғой. Менде видеосы бар, енді салам қазір. 15 жыл осындай үйді аңсадым дейді ғой. Ана қызға қарап мен жүрегім келе жатыр машинадан айтып осы сияқты подкастқа. Жүрегім анандай елжіреп андай да. Мен де бұл өмірде бір
кетігін тап та барғалан дейді ғой абай атамыз. Сол сияқты мен де бір кірпіш екен ғой, менің де бір адамдарға бір пайдам бар екен ғой деген сондай бір сезім болды да, мен соған қуанып келдім да, қуанғаннан жылап жібердім деп қояйыншы. Енді біреудің армандаған үйін, Иә. соны ол адамды көрмей тұрып, арманын сезініп, жасап, сол адамға ұсыну, ол да бір талант қой. Сол да айтамын. Біз айтамын да мен клиенттерге, сіздер үшін біз бәрін, бізде мысалы чек-лист деген бар, онда бізде 15 категория бар да, солардың барлығынан өткізіп та, біз үйді де ала салмаймыз ғой, әптен сүзгіден өткізіп, базар, рыноктан төмен, дұрыс, жаңағы планировкасы барлығы дұрыс, күн қай жақтан түседі, қанша толщина, бүкіл есептеп, оған жақсылап ремонт жасап сатамыз да. Сонда мен клиенттерге айтамын да, сіздер үшін біз бәрін ойластырып қойғанбыз. Иә, келісемін. Иә, сөйтіп қуанып тұрып алады да. Сосын біздің үйлеріміз өтеді. Рынокта біздің үйлеріміз енді қазір айтып жатыр ғой, рынок тоқтап қалды, үйлер өтпей қалды деп. Не осы жерде деп ойлайсыз? Дұрыс па, шынымен өтпей қалып жатыр ма үйіміз, әлде дұрыс үйлер болмай жатыр ма рынокта? Енді мен білмеймін, мен басқасы туралы айта алмаймын, өзім туралы айтсам, мен сонша бір рынок тоқтап қалды, не деген бір сезінбедім. Әр үйдің өзі бір иесі бар. Үй сапалы, жаңағы сіз айтқандай жаңа ойынан шығатын үй болса, кірген адам болды. Болды, сол үйді алады. Дұрыс айтасыз. Қанша әр үйдің өзінің иесі болады деймін да мен. Кейде болады бізде де тұрып қалады, 2 ай тұрып қалады, 3 ай тұрып қалады да үйлер. Болады, келмей қалады, задаток береді, шықпай қалады ипотекасы, әртүрлі нәрсе болады да жағдай. Бірақ сол үйдің алушысы келген кезде мен түсінемін ғой. Бұл кісілердің сол армандаған үй екен. Видимо, визуализация жасаған үй екен. Осы үйдің несі екен, иесі екен. Сонда мен үйді жасаған кезде осылай жасаймын. Бұл үйдің өзінің иесі бар, хозяйны бар деп солай жасаймыз да. Солай келеді өзі. Түсінемін мен солай. Бір мынандай случай болды да менде. Бір үйімді ремонт енді бітейін деп жатады ғой, ішін жуып тазалап, уже мебелін қойып бастап, сөйтіп жатқанда келеді да, мынандай ДЦП баласымен келеді, прям баласымен келеді да. Сөйтіп баласын қояды, ана баласы енді кішкене мусорлар бар, ана үйден кетпейді, қуанып, ана басқаша әсері болады. Бірақ ол кісілердің ақшасы жетпейді. Ақшасы жетпейді, кәдімгі әжептәуір ақшасы жетпейді. Содан көреді да, қызығып жаңа ақшасы жетпейді, соны кетеді. Енді біз енді минусқа жұмыс істемейміз ғой. Барынша түсіріп бердім. Біраз уақыт тұрады, ол 2 айдай тұрып қалады. Ана үй өтпейтін үй емес, өтіп тұр. Барлығы дұрыс, бағасы да дұрыс, локациясы да дұрыс, үйде әдемі. Неге бұл өтпей жатыр деп жаңағы сұрақ қойдым ғой. Соң 2 ай дегенде ана кісілер қайтып келеді ғой. Қайтып келіп алды. Қайтып келіп сол үйді алады ғой. Сонда мен түсіндім, әр үйдің өзінің жаңағы иесі болады екен деп. Бұйыртқан кетпесте бос қайтпайды ғой. Сосын маған да келеді студенттер, Гүлнар ханым, үйіміз тұрып қалды, өтпей жатыр деп. Өтеді деймін ғой. Мен 200-ден аса үйді саттым ба, мен айтамын, өтпейтін үй жоқ. Бірақ жаңағыдай айтамын да, дұрыс жасаңдар. Кейбіреулер болады ғой енді, ремонтқа келгенде ақша жетпей қалады, басқа болып қалады, немесе шаршап қалады. Қойшы осы болады дейтіндер бар. Кейбір студенттер бар бізде, қимай қалады үйлерін. Ондай көп. Қимаған соң көп пайда тапқысы келеді. Әртүрлі енді жағдай болады. Сіз енді осы уақытқа дейін былтыр енді октябрьде бітірдіңіз, иә? Қарасам бір 8 айдай уақыт өтті, 8-9 айдай уақыт өтті. Қандай жетістіктеріңіз бар? Енді былтырдан бері біраз үйлер жасадық. Инвестормен жұмыс жасап жатырмыз. Инвесторлар табылды. Ол кісілердің үйлерін жасап жатырмыз. Сатып беріп, алып беріп, ремонт жасап, сатып беріп. Одан басқа бірге оқыған студенттер қазір енді басқа сырттан жаңағы жай ремонт жасайтын квартиралар, соларға ремонт жасап беріп жатырмыз. Көмектесіп жатырсыз, көмектесіп жатырмыз енді. Өте ризамын осы курсқа келгеніме, өзімнің бір орнымды тапқаныма, осындай бір орта тапқаныма өте ризамын. Сізбен кездескеніме. Енді инвестор туралы айтайықшы. Маған көп студенттер келген кезде айтады да, Гүлнар ханым, инвесторды қаяқтан табамыз деймін да. Дейді да маған. Сосын мен айтамын, инвестор деген қазір келеді сендерге, костюм шалбар киіп, қолында бір чемодан ақшасы бар деп, енді ойнап айтамын ғой. На самом деле инвестор ол сенің айналаңдағы адамдар деймін да. Сен өзіңді көрсет деймін да. Сол кезде өзі келеді деп. Қалай сіздерге өзі келді ме, әлде сіз іздедіңіз ба? Инвестор іздемедім. Инвестор енді бірінші өзің
туыстарың, достарың ғой, енді Иә, қасындағы иә. адамдар ғой. көріп жатыр. Сен немен айналысып жатсың, сен нәтижеңді көре бастайды. Нәтижеңді көре бастағанда олардың саған туралы ойлары өзгереді. Бажам мен балдызым инвестор. Бір үлкен бажамыз қайтты Талдықорғанда, соның жаңа несіне барып, Талдықорғанға барып машинамен қайтып келгенше ары бір 2-3 сағат, ары бері 2-3 сағатта жай әңгімелесіп бардық, сұрады, қалай істеп жатсыңдар, не істеп жатсыңдар. Содан ол кісілердің жаңа алып қойған үйлері бар екен, жаңадан бітіріп жатқан. Осы үйді саған берейік, бізге жаса, не инвестор болайық деп. Сонымен қол алыстық та келістік. Қазір енді бүкіл мен жасаған нәрсемді отчеттарын берем. Бүкіл квартираны да менің атыма жазып қойды. Бәрін енді міне толыққанды саған сенеміз, сенде болды. Күшті, иә. Айтып отырмын ғой, алыстан келмейді. Өзіңіз бажаңыз, жақындарыңыз. Қасында. Өйткені өзің ортаңда көріп тұр ғой олар, сен істеп жатқан. Енді көбісінің енді артық үйлер болады, ипотека, және арендада тұрады, артық бір жерлер болады, артық бір тұрған бірдеңелер болады да. Енді оларға да айналдырып беруге біз көмектесеміз ғой былай қарасаңыз. Сол барып келгенше бір жағынан есептеп көрсеттік. Егер үйге квартираға өткізіп, квартираны кіргізсе қаншалықты пайда. Егер үйде алып сатып ең төмен жаңағы үйлер бағада алып сатқанның өзінше қаншалықты пайда, соның бәрін есептеп, енді математика ғой, сол жерде бәрін түсіндіріп едік, жаңағы плюсы минусы бүйтіп шыға келді. Сол кезде көздері жетті дағыны. Біз енді тек қана үй алып ремонттап сатпаймыз ғой. Біз осы саланың экспертіміз. Біз айтамыз ғой, жаңағы флиппер бұл бірнеше мамандық деп ше. Біз бір қарасаң жаңа прораб, рабочий болып жүреміз. Бір қарасаң жаңа ипотека туралы айтып береміз жұрттарға. Бір қарасаң жаңа хомстейджер, бір қарасаң дизайн шығарып жүреміз да үйдің. Сол сияқты әртүрлі біз. Сондықтан біз в основном экспертпіз да, қаншаға аламыз, қаншаға сатамыз, уже бәрін білеміз деген сөз. Осы жерде мен флипперге тағы бір қосатын нем бар. Флипперлер көптеген отбасын әлгі ажырасудан аман сақтап қалатын бір мамандық қой. Себебі мен енді мамандығым бойынша осы күнге шейін көп туысқандарға, көп таныстарға ремонт жасап, квартираларына ремонт жасап көмектесіп жүрдім осыған дейін. Талай бір нәрсе күйеу мен әйел келіспейді ғой. Талай ұрыс, талай жаңағы ажырасып қосылады. Бір ремонт біткенше талай ажырасып, талай қосылады. Сондықтан флиппер отбасы келді, дайын, әдемі, жақсы жаңа үйге келді, кілтін алды, кірді. Бір отбасын қаншақты жанжалдан алып қалады. Берік мырза, енді бірнеше үйге ремонт жасап жатсыз да қазір. Қалай жұмысшылар табу, көп айтады бізге. Біз қаяқтан табамыз, бригада проблема ғой, лақтырып кетеді, мебель лақтырып кетеді дейді, мебельщиктер лақтырып кетеді, бригада лақтырып кетеді дейді. Қалай осы жағынан сіздерде проблема болған жоқ па? Енді бұл жағынан проблема болған жоқ. Біріншіден ең бастапқыда сіздердің жаңағы айтқан, берген жұмысшыларыңызбен көмектесіп кірді. Енді одан кейін адам болғаннан кейін адаммен сөйлесіп тіл табыса білу керек қой. Кез келген адаммен қай салада болмасын. Мысалы, әлі күнге шейін істеп жатқан сол мебель жасайтын сол сіз берген жігіттер, натяжной потолок тартатын сіз берген жігіттер. Сол жігіттер бар ғой. Басында кішкентай неден бастаған еді, бір үйді жасап. Қазір компания болып кетті. Олар да үлкен өсіп жатыр. Әр мейрам сайын, әр жаңағы бір даталарда әр қайсысына жеке-жеке жазып, мейраммен құттықтап. Ол адам болғаннан кейін сыйласа білу керек та. Ертеңгі күні сіздің заказыңыз келгенде, ол да сізге басқаша қарайды. Әр мейраммен құттықтап, жеке-жесіне әр қайсысына жазып, енді ол кішігірім не болса да, бір адамға өте бір жақсы, приятный нәрсе ғой. Жақсы адамдармен жақсы тіл табыса, істейді. Көбісі жаңағы рабочияларды ойлайды да, жұмысшыларды төменгі саты деп, үстінен қарап сөйлеп, сондай да болады да, енді сондай да болады да. Сосын енді дұрыс көзқараста болу керек та. Мен мысалы қанша болып келсем де келемді, олардың жаңа өзбектердің бүкіл жағдайын сұраймын, неше әйелі бар білем, неше баласы бар білем, солардың жағдайы самса бірдеңе пісіріп алып келем. Сөйтіп олар да мені жақсы көреді да, сосын артық нәрсені істей салады. Сосын сізде мынандай бар ғой кішкене, перфекционизм дей ма, не дейді, сондай бар да сізді. Өзіңіз сондайсыз ғой, өз табиғатыңыз. Қалай соған жұмысшыларыңыз келісіп жатыр ма, келіспей жатыр ма? Келіседі, енді артық нәрсе талап етпейсің ғой, бәрі орында, бәрі таза, бәрі жаңағы нақты істелсе, орында болса болды. Артық енді үстінен мынандай емес, енді кез келген жай аккуратно жасалған нәрсе өте әдемі көрінеді.
дұрыс айтасыз. И жұмысшылармен де өте жақсы, ешқандай не жоқ. Мен қайта оларды сыйлаймын. Осындай келіп күні түні демей қара жұмыс істеп осылай отбасыларын асырап жатыр. Өте ризамын. Еңбек сол. Қанша жұмысшылар өтеді, бір үй жасау үшін примерно қанша жұмысшы өтеді бізден? Көп адамдармен сіздер айтқан не бойынша көп, жаңағы енді бәр жерде саудаласасыз ғой, енді материал алғанда да, үй алғанда да бәрін. Вот жұмысшыларға келгенде саудаласпаймыз. Саудаласпаймыз. Жоқ, мысалы деймін да, мысалы базардағы адамдардың да саудасын жүргіземіз. Дұрыс па? Қанша жұмысшыларды мысалы отбасын асырап отыр. Сондықтан бұл біздің жұмысымыз, білмеймін, бір керемет жұмыс сияқты да, халықтың алғысын алатын. Өте әдемі жұмыс. Бастан бастап енді қанша адамға енді базарда да сауда жүріп жатыр. Құрылыс компанияларының үйлері өтіп жатыр. Жас отбасы немесе басқа да бір отбасылар келіп, жаңағы жақсы бір квартираларға ие болып жатыр. Соған біз қуаныш, соған бір себепкер болып жүрміз ғой. Енді Берік мырза былай болды да, енді бізде қазір енді 10 поток болдық. Поток болды да, әр потокты біз оқытып жібере салмай жатырмыз. Біз енді қараңыз, флипперлер қауымдастығын жасап жатырмыз да, сообщество дейміз ғой, флипперлер. Яғни біз енді оқыған студенттердің бәрі бір жақсы араласып жатырмыз, талай тауға шықтық, талай ойындар ойнадық, кездесулер, той, бірдеңе болса да бірге жүрдік қой, мысалы праздниктердің барлығында. Сол орта қалай адамға әсер етеді ма, қалай ойлайсыз? Вообще керек па бізге бұл флипперлер ортасы? Орта өте қажет, өйткені бір адамның бір настроениесі бір күнде жақсы күліп, көңілді күй жақсы тұрады, бір күнде бір көңіл күйіңіз енді білмеймін, болмай тұрады ғой. Кім не кінәлі екенін білмейміз, бірақ бір күн ешкімді әлгі сол аяқтан тұрды дейді ғой, ешкімді жақтырмай тұрасың деген сияқты. Адамдарда да енді жұмыста да солай болады ғой, бір күні жақсы жүріп жатады, бір күні өзің көңіл күйіңе байланысты бір нәрсе, сол кезде біреудің бір квартирасы өтпей жатқан бір уақыт болып қалатын шығар. Сол кезде ана орта жаңағы адамды алдыға тартып, мотивация беретін орта ғой. Қасындағы көресін жасап жатқаны, қасындағы көресін мынандай жасап, бір жақсы бір нәрсе тауып, ойлап тауып жатқаны, соған тырысып анадан асуың керек. Енді ол бір қара неден емес, бірақ шынайы творчество жағынан. Дұрыс айтасыз. Керек орта. Орта өте қажет, Бір күн жаңа айтып отыр ғой, мотивацияң былай болып тұрады ғой, бір күн түседі, бір күн қойшы бұл бизнес деп тұрғанда көмектеседі да. Сосын көресің жаңағы, ақылдасасың, сен ана ЖК-да едің ғой, мына ЖК пайда бар ма деп, дұрыс кіруге бола ма деген сияқты өте көп ақылдасулар болады енді осы жерде, Даже нені алатын, қаяқтан алып жатқанын бәрін ортада сұрап жатыр. Бізде мына жерде енді қосып кететін, бізде 4-1 тобының шай ішу деген жақсы бір дәстүріміз бар. Кімнің үйі бітеді, группамыз жиналады, шашып барамыз, енді отырып. Сатылатын үйі ғой. Сатылатын үйде. Ремонты бітіп, сатуға шығарғанда. Бәрі бітіп, сатуға шыққан. Ремонт біттім деген күні, сол бір бәріміз печеньемізді алып, шашып барып, бір шай ішіп, жаңағы болашақ келетін адамдарға үйге бір батамызды беріп, біраз 1-2 сағат әңгімелесіп, жаңағы болып жатқан жаңалықтарымызбен бөлісіп, группа бір-біріне сондай. Сол кез жақсы мотивация алады да, ана бітіп жатқан үйін көреді, қалай жасалғанын көреді. Минустарын, кемшілігі болып қалуы мүмкін, айтады. Жақсы жерлері болуы мүмкін, оны өзіне алады деген сияқты ғой. Өте бір жақсы не, біз енді өзіміздің традиция ылғи жиналып тұрамыз солай. Содан үй өтіп кетеді бір. Қалай бата беріледі. Бізде мынандай не болған, Бақытжан мырзаның үйіне келдік. Шашып, шайымызды ішіп, жаңағы батамызды беріп, бата беріп атқан кезде бізге келіп тезірек шығасыздар ма, міне алатын адам келіп тұр деп. Сол ақ батасын сөйтіп беріп кетеміз. Молодец. Жақсы ғой, орта жақсы. Орта жақсы. Одан кейін біз енді мен айттым ғой, өзім бірінші алғашқы курсым, соңғы деп ойлаймын. Біз енді кейбіреулер бар, енді сөйлесесің ғой. Бірнеше курста оқығандар бар. Сонда айтады, курста оқыдың, кеттің, бір-біріңді танымайсың, бітті, көрмейсің дейді. Мына жерде біз бірінші поток, 1 жылдан асқандармен, қазіргі 10-шы поток жаңадан бітіріп атқандар, бір ортада жүрміз да бәріміз. Кешегі Жетіқораста жүрсем, аға ассалаумағалейкум деп амандасып жатыр, 7-ші потоктың студентімін ғой. Анандай алайын деп жатыр едім, қай жерден алсам болады деп, енді білгенді айтып жібересің ғой андай жерден. Өте жақсы орта, осындай да қажет. Күшті орта. Бір сөзбен флиппинг. Флиппинг деген елдерге бақыт сыйлау.
1 миллион ба әлде 1 жылдық тәжірибе ма? 1 жылдық тәжірибе. Қайта бастау керек болса, неден бастайсыз? Қайта бастау керек болса, көп оқу керек. Білімден, иә? Білім, иә. Аха. Өзіңізге қандай кеңес берер едіңіз? Мынандай кеңес беретін едім, кішкене ертерек Филиппинға келу керек еді, Иә. деп. Вообще Филиппинге мына жастар келіп жатады ғой, мен айтамын. Сендерге повезло деймін ғой. Иә, өте жақсы. Повезло деймін да, ерте бастап жатсыңдар. Сендер вообще жетістіктерің көп болады деп. Қазір енді флипперлер ортасын құрып жатырмыз ғой. Біздің де осы флипперлер қауымдастығында үлкен мақсаттар бар. Бізде тұрғын үй кешендерін соққымыз келеді. Бәріміз жабылып. Жаңа бір адам соғысқа бара ма деп бірнеше адам барады ма деген сияқты ғой. Иә. Соққымыз келеді. Бізде жаңағыдай мұқтаж жандарға бір үй салып бергіміз келеді, иә? Үй алып бергіміз келеді. Сондықтан да флипперлер қауымдастығының жұмысын енді сол жерде үлкен деп сізге тапсырып жатыр ғой. Қалай ойлайсыз? Болашағы бар ма? Біз жасай аламыз ба, әлде бір-бірімізге конкурент болып шашырап кетеміз ба? Жоқ, мына жерде енді конкурент деген жоқ қой. Әркімнің өзінің үйі, жасап жатқан өзінің клиенті бар. Қауымдастық өте қажет. Қауымдастық қажет, бірлесіп әлгі бірге көтерген жүк жеңіл дейді. Сондықтан мен сіздердің жобаңызды, ойларыңызды көп тыңдадым, көп мен де ойландым. Сіз как ұстаз ретінде біз енді өте жоғары сыйлаймыз. Сондықтан ойларыңыз өте әдемі, жақсы. Кішкене уақыт өтсе, бір үлкен үй соғуға да жететін сияқтымыз. Осындай, егер осындай темппен, қазіргі темппен жұмыс жасайтын болсақ, алысқа да апармауымыз мүмкін. Осы жобаларды ше. Берік мырза, сосын постоянно айтасыз ғой, мама дейсіз ғой, мен неге бүйтіп айтасыз? Енді қанша жас болсаңыз да ұстаз ретінде бізге үлкен. Ұстаз енді екінші анасы дейді ғой. Екінші анасы. Енді анаға жыламаған балаға өзіңіз білесіз. Сондықтан енді ол енді бәрі қалжың, бірақ как ана ретінде, мама ретінде енді сіз бәрін ойлап, бәрін жағдайын, бәрі үшін переживать етіп жүресіз. Әр студентке звондаймын ғой, кейде отырып алып. Не істеп жатсың? Неге ондай? И отырып мотивация беремін да, бір тоқтап қалған сияқты болады. Болады ғой, біз ортамыздан көрінбей қалған студенттерге звондаймын. Не істеп жатсың? Неге өтпей жатыр? Давай көмектесейік. Айт, не жетпей жатыр? Ақша жетпей жатса, бітіруге берейік. Болмаса сата алмай жатсаң, сатсайық деп. Сондай мына білмеймін, әрқайсысына переживать етемін да, соны сіз байқайсыз ба? Енді мамадан қай жеріңіз келмейді. Мамалар гана осылай переживать етеді ғой. Солай айтасыз, мүмкін сол жағынан байқайтын шығарсыз. Берік мырза, сұхбатыңызға рахмет. Сіздерге де шақырғандарыңызға рахмет. Денсаулығыңыз жақында кішкене сыр беріп бастады деді, бірақ жақсылап емделдіңіз. Кішкентай елубайыңыз аман болсын. Рахмет. Иә, бір отбасыдай флипперлер болып жүре берейік, сыйластыққа не жетсін. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз.